Сүреттегі координатаның уақытқа тәуелділік графигі бойынша тербеліс периодын табыңыз дейді. Енді мына уақытқа тәуелділік графигіне қарайтын болсақ, бізде тербелісіміз косинус ойда бойынша тербелген, иә? Яғни былай тербетілген. Енді бұл жерде бізде x, яғни уақытқа мына жерде x өсі, яғни t уақытқа байланысты болған екен. Соған қараймыз. Бірінші бұл косинус болғандықтан 30 мына жерден басталып тұр, иә? Енді келесі периодын табу үшін, яғни қайтадан кеп тербеліп, осы орынға қайтадан жетеді, иә, мына жерде. Осы кезде ол бір период болады. Яғни бір период. Енді ондай сәт, мына жерде қарайтын болсақ, бізде x өсіне қарайтын болсақ, ол уақыт, иә? Яғни 0-ден басталып, тербеліп, мына жерден тербелетті, мына жерге келген. Яғни 1,10-нан, мына жер 1,6, мына жер 0-ден басталған. Яғни 1,6 секунд болған кезде, яғни ол бір период орын алған. Сонда t периодымыз 1,6 секундқа тең екен. Яғни графикке қарап отырып осылай жауап шығара аламыз, иә? Онда жауап С жауабында тұр екен, дұрыс жауап С.